сіздің әкеңіз ішетін адам, иә? Бұрынғы заман адамдар көбісі ішетін еді ғой. Солай сіздің анаңыз әкеңіз ішкен кезде, сенің әкең осындай, сенің әкең мынандай, бар әкеңді алып кел, әкеңді ұйықтат деп балаға жауапкершілікті беріп қойған кезде, бала әкені жағына барып алып келеді ғой, алып келеді, бірақ түпкі санада ананың артына тұрады. Себебі ана бала болады, о кезде орындармен ауысады, ана бала болып қалады. А бала анасына әкенің орнын немесе шешенің орнын заменять етеді. Себебі бұндай ішетін тиран әкеден қорғау керек қой ананы. Сөйтіп ананың артына қорғаушы болып тұрады. Сол кезде баланың өмірі өзгере бастайды. Ол бала болғанмен үлкен ересек адам болып іштей өсу керек болады да, бірақ ол бала ғой. Ол өсе алмағандықтан у него начинаются качели дейді. Бұзықтық көрсете бастайды, төбелескіш, дұрыс оқымай, сабағы бұзылып, көп жағдайлар өзгере бастайды ол баланың орнына. Себебі анасы жауапкершілікті баласына беріп қойды. Ол бала әкесін жек көре бастайды. Әкесін жек көріп, әкесін өзгерткісі келіп, әкесін қабылдамай бастайды. Сол уақыттан бастап ол тура әкесі сияқты бола бастайды. Әкесі сияқты ішеді, әкесі сияқты шегеді, әкесі сияқты мінезін көрсетеді. Сондай сияқты тура әкесі сияқты болады. Себебі отторжение дейді. Әкесінен бас тартқан кезде, әкесін жек көрген кезде, анасы жаққа тұрған кезде, бала сол тура әкесі сияқты болмаймын деп айтқан кезде, тура әкесі сияқты бола бастайды. Ондай болмау үшін анасы өзі күйеуімен өзінің конфликтін өзі шешу керек. Балаға ондай жүкті беруге болмайды.